Қазір ана BTS деген группа қайта қосылып концерт беріп жүр екен. Мені шақырмай қалғаны қызық болды. Түсіндіре кетейін, осыдан бірнеше жыл бұрын досым екеуміз Ирақ мемлекетіне барамыз. Бірінші көзге түсетін енді бәрі арабтар, түсінікті жергілікті халық, бірақ шетелдіктерді мүлде көрмейсің. Олар көп турист көрмеген. Фотоға түсуге бола ма дейді, жарайды деп. Үлкен кісілер фотоға түсе алады, полиция келіп фотоға түсе алады. Жүр деп бізбен бірге. Жастар келе бастайды маған. BTS, I love you деп. Мә, ана жерде. I love you, BTS. No, love BTS. Қайдағы BTS, мен қай жерім BTS, шашым қысқа, мұндай жалбыраған емес қазіргідей. Мен мынаны білем әйтеуір ол кезде. Осын істеп, мә, одан сайын деп. Мен досым жыртылып жатыр ана жерде. Мен тығылатын жер таба алмай жатырмын ана жерде, ұялып кәдімгідей. Мені жібергенде өйстіп жатса, сонда андай айдол сияқты жігіттер жүрсе не болады деймін да сонда. Сол кезде досым айтады маған, неге енді кәрісше айтып бермейсің әнді деп. Бар білетін кәрісше әнім, кәріс айтатын ән сол белый снег, серый лед деген ән екен тек. BTS жалпы әлемдегі барлық азиялықтардың имиджін, келбетін жасап жүрген группа. Өте ауқымды.